ардакты пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламды өте қатты жақсы көрем. Алла елшісіне күнде салауат айтам. Жүректегі тілегім доғам болса шіркін. Сен мынандай арзан жобаң маған түкке де қажет жоқ. Еліктеймін я Расулалла. Сен неге осы даладағы қаңғыбастардың бәрін маған жібере бересің? Мен саған айттым емес пе ешкім жіберме деп? Келтірмей күмән Хабибалла, Наби Алла, Мухаммаду Расулалла, Ас-салату. Біздің Фатимамыз Алла тағаланың 99 көркем есімін жаттап бір сәтке де шайқалмай арман өтіп кетер Сіздердің банк алдында 9 миллион теңгедей қарыздарыңыз бар екен. Мәжбүрлі түрде үйден шығару. көп я Расулалла, өзіңе алғыс айта алмай қалған. Бірақ ертең мына жерді жермен жексен қылам. Хабибалла, Наби Алла, Мухаммаду Расулалла, Ас-салату вассаламу алейка я бізде осы үйдегі соңғы түнімізді салауат айтумен өткізейік. Алла тағала біздің үйді ешкімге бермеші. Бүгін келген кісілер біздің үйді алып қойса, біз қайда тұрамыз? Сүйіп өттім үмбетіңді, биік еттім құрметіңді. Я Мұхаммад, өзің дәркен. Бұл үйге Алланың өзі шапағатын төгіп тұр екен. Үлге туды, үлге туды. Мына мені 9 ай, 9 күн көтерілген анашымды өзімнің құт мекені Меккеге алып баруды нәсіп ете бер, я Аллах. Жер жәннаты Меккеге жолдама беруге рұқсат етіңіз. Расулалла.